Қайырлы күн оқырмандарым, арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сметанниктің ерекше дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін мұқият қарап шығыңыз. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз. Ол үшін ұнымызға мұздатқышта сақталған сары майды үткіштен өткізіп, жақсылап қолымызбен крошка дайындап аламыз. Содан соң 2 жұмыртқамызды ағынан сарысын 2 бөлек ыдысымызға бөліп дайындап аламыз. Және де жұмыртқаның сарысына бөлме температурасына су және де қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Содан соң осы сұйық ингредиентімізді крошкамызға құйып, қолымыздың көмегімен жұмсақ, қолға жауыспайтындай қамыр дайындап аламыз. Дайындалған қамырымызды пищевой пленкада орап, тоңазытқышқа 20 минутқа қалдырамыз. Келесі кезекте жаңа қалған жұмыртқаның ақуызын миксердің жай жылдамдығынан бастап, ақуызымыз көпіргенше жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң аз-аздан қантымызды сала отырып, ыдыстан түспейтіндей етіп меренгалық масса дайындап аламыз. Міне меренгалық массамызды дайын болды. Келесі кезекте ыдысымызға қаймақ және де сгущенный молокомызды құйып, үстіне ұнымызды салып, осы 3 ингредиентімізді жақсылап араластырып аламыз. Және де осы ингредиентімізге жаңа дайындалған меренгалық массамызды құйып, екеуін жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Міне салмамызды жақсылап дайындап алдық. Содан соң қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, оқтаудың көмегімен тым жіңішке қылмаймыз, жайып шығамыз және де қалыпқа орналастырып алатын боламыз. Қалыпқа жақсылап бір тегіс қылып орналастырып алған соң, шанышқының көмегімен із қалдырып шығатын боламыз. Және де жаңа дайындап алған салмамызды үстіне құйып аламыз. Содан соң салмамның үстіне мен мұздатқышта сақталған смородинаға ұнды араластырып салып шығатын боламын. Және де 160 градуста 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің сметанный пирогымыз да дайын болды. Өте жұмсақ әрі өте воздушный болып шықты. Сіздер де осы рецептімен жасап көріңіздер.